Привычно хладнокровен, спокоен Сергей Зубков. Сжег он быстро все топливо в бою с Сергеем Сингеймом. И тот бой завершился сдачей во втором раунде. Зубков. Ощупывает соперника. Алимжонов. Лоу-кик по передней ноге. Еще одна попытка. Хорошо пробивает Алимжонов. И дальше идет в борьбу Зубков. Ох, как легко его поднимает Алимжонов. Теперь нужно приземлить его. Но, признаться, не так успешно эта посадка проходит для Алимжонова. Однако есть боковой контроль от Умара. Нужно заблокировать хотя бы одну ногу Умару, что и удается. Зубков крайне много сил потратит на то, чтобы вернуться в стойку. Алимжонов. Кажется, что закрепился. Впервые пробивает по корпусу. Қазір енді Алимжонов үшін өте бір жақсы оңтайлы позиция. Осы тұрғыда өз бақылауын күшейтіп, ойындағы әрекеттерін сәтті жүзеге асыра алатын болса, жергілікті жанкүйерлері алдында Зубковтан басым түсетін мүмкіндігі бар. Бірақ енді Қарағанды аренаны толтыра бастаған жанкүйерлердің қиқу салған қолдаумен мынадай ауыр соққыларға төзіп жатқан Зубков барынша шыдас білдіруде. Қапталдан бақылауға қарай мүмкіндік жасап көрді Алимжанов, бірақ Зубков үнемі бір жамбасқа ауналы осы толқандай түр қарсыласының астында қалып қалмау үшін бар амалын жасап бағуда. Алимжановтың шынтақпен қарсыластың кеңірдегін баса түсетін бір әдісі Зубков үшін тіпті қолайсыз. Міне тағы да білегімен баса түсіп, тіпті соқ жасауға да тырысып көрді. Зубковты тар қапасқа қамады деген осы шығар, өйткені арқасымен 8 бұрыштың жақтауына сүйенуде. Үстінен 100 келі тартатын Алимжанов. Сол қолмен жасап жатқан жауапсыз соққылар қазір Зубков. Тек қана қорғануға мәжбүр. Әрине, еркін күрес өкілі Алимжанов. Бұл күрес үнемі партерде, қарсыласты кілемде осылай өз бақылауынан шығармаудың тамаша әдістерін үйрететіндігі белгілі. Зубков негізі самбошы. Қазақстандық жауынгер қарсыласын өзіне тарта құшақтай түсуге тырысады. Мақсаты белгілі. Соққы жасауға, еркін қимылдауына мүмкіндік бермеу. Оның жанында Алимжанов асығыстық танытып жатқан жоқ. Тағы да бір соққысы жақсы тиді. Енді Зубков бұл жерде тамаша қазір тізеге тіреу жасап осылай тұрып кетуге талпыныс сәтті болды. Алимжанов қарсыластың белінен қапсыра құшақтай қайтадан бір партерге жайғастыруды ойлайды. Міне, Зубковтың орындауындағы тамаша бір әдіс. Бірақ жоқ, бір жағынан Алимжанов өте сәтті қорғанды. Зубковтың осы бір қылқындыру әдісін жасауға деген талпынысына қарсы. Алыптардың күші әзірге сарқылатын емес. Тамаша толқанды кеуде тұсына қонып алған Алимжанов қалған 30 секундта дәл осындай ауыр соққыларды жиі жасайтын болса, жекпе-жек уақыттан бұрын аяқталуы да мүмкін. Өте қауіпті позиция қазір. Жоқ, Зубков тамаша қазір қарсыластың өзін қапы қалдырған сәті. Міне енді қарағандылық жанкүйердің қолдауымен Зубков
кішігірім сенсация жасап жатыр. 10 секундта уақыт бар бірінші раундтың аяқталуына. Позицияны қалай сәтті пайдаланды Зубков. Қарсыласының құрсауында, екі аяқтың ортасында жатып ақ, бір жаққа алмай түскен сәті сол еді. Позициясы жақсарып шыға келді. Меніңше өте қызықты, тартысты бірінші раундтың куәсі болдық. Бірақ Зубков өте біраз күш жігерін бірінші раундқа қалдырып кетті. Әрине енді жас айырмашылығында атай кетуіміз керек. Бұл жерде Умардың жасы 26-да, Сергейдің жасы 32-де. Но этот финальный штурм от Зубкова все равно оставит свой отпечаток на ходе этого поединка. Умар уверенно здесь, конечно, перехватил, но вот этот захват от Зубкова и позволил ему минимизировать урон от этого перевода. Ну и в концовке он в конце концов оказался сверху. Вот этот ground and pound от Зубкова, он был крайне мощным. Мына жерде Олимжановтың да тамаша бір күресін әдісімен сылып шыққандығын көргенбіз. Енді мына тұста өте Зубковтың тарапынан. Но он не смог заблокировать, да, ему не хватило просто-напросто какой-то опоры. Если бы он не дал возможности развернуться Олимжонову, то вот этот ручной треугольник мог бы привести к досрочной победе. Пока статистика говорит о том, что, скорее всего, именно узбекистанский боец забирает первый раунд. Но я очень сильно сомневаюсь, что бой пройдет всю дистанцию. Посмотрим. Зубков, Олимжонов. Первая пятиминутка позади. У кого осталось больше энергии? Вот самый важнейший аспект — это, скорее всего, именно восстановление. У тяжеловесов, Олимжонов уже нет вот былой пройти. Нет вот этого заряда. Зубков легко парирует. Дальше выходит опять на треугольник. И Сергей. Одна попытка. Коленом пробивает. Но посмотрите на эти колени. Это же как столкновение с экскаватором. Переживает сейчас Умар Олимжонов. Он просто падает на канвас и бьет Зубков. Но нет ведь никакого сопротивления. Все! Сергей Зубков! Сенсация! Сенсация! Зубков шындығында өз мансабындағы ең бір жақсы жеңісіне қол жеткізді деп есептеймін. Өйткені осындай тарихи турнир өз жанкүйерінің алдында осындай жеңіс дәмін татпаған, өзінен жас әрі адуынды, қауіпті көрінген Умар Олимжановты ешқандай қиындықсыз еді. Екінші раундта тіпті мүмкіндік қалдырған жоқ. Бірінші раундта көрініс Зубковтың тіпті шаршап болды. Бүкіл мүмкіндікті уысынан жіберіп қойғандай көрінген еді. Ну а здесь и на гильотину пытался выйти, и что только не творил Зубков. Но понятно, Олимжонов после первого раунда выдохся. Он распределить силы на дистанцию не сумел, а Сергей Зубков дома добился успеха. Қазір бейне қайталау сәтін тағы бір ұсынса, шындығында Зубковтың найза лигасы аясындағы өз мансабында кішігірім сенсация жасағанын бүгін куәгер атандық. Ардақ жанкерлер. Екінші раунд 43-ші секундта тоқтатылды. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңнан қызыл бұрышы Сергей Зубков.